Қалағаның тез орындалсын десеңіз, онда екі маңызды пунктті орындау керек. Жақында мен өзімнің өмірімде ойлаған нәрсемнің өте тез орындалып жатқанына көз жүгірткендіктен мен оны зерттедім, және психологияда мен 5 жыл болғандықтан өзім көп өмір заңын түсіндім десе болады. Сондықтан бүгін сол туралы сіздермен бөліскім келеді. Армысыздар достар, сіздермен әдеттегенше Әдия Аралбай. Жалпы каналыма қош келіпсіздер. Сіздермен қайта қауышқаныма өте қуаныштымын. Біз сіздермен аптасына 2 рет, сәрсенбі және жексенбі күні кездесіп отырамыз. Сондықтан да егер каналым қызық болса, міндетті түрде каналыма жазылып қойыңыздар. Егер де сұрақтарыңыз болса, бір мазалап жүрген мәселелер болса, жазыңыздар, мен күнделікті сұрақтарыңызға жауап беріп отырамын кешке. Және осы видео ұнаса, әрине лайк басуды ұмытпаңыздар, бұл мен үшін үлкен мотивация. Ал мен бүгінгі тақырыпты бастаймын. Жақында ғана 2 күн бұрын бір ойлаған нәрсем өте тез орындалды. Сол мысалды айтып өтейін. Жалпы мен өзімнің туған сестренкам бар. Сол кісі қазір декретте. Ол кісі осы менің YouTube менеджерім, яғни бәрін монтаждайды, барлық жұмыстарын атқарады. Сол кісіге тағы қосымша табыс ретінде қандай бір жақсы бір жұмыс болса екен деген ой болды. Содан мүлде басқа бір жұмыстармен жүрген бір встречада маған бір күшті ұсыныс жасайды. Именно декреттегі әйелдерге арналған бір күшті бір жұмыс ұсыныс болды. Сонымен сестренкама айтып едім, ұнады, жақсы, в принципе, істеуге болады. Яғни бұның арасы 1-2 күн ғана. Мен ойладым, и бірден маған сондай жағдай келді. Неге? Бұның 2 себебі бар. Бірінші, адамның миы хаоста болса, адамның миы үнемі ақпаратқа толы болса, адам үнемі бір загруженный жүрсе, ода четкий план болмаса, және ол кез келген ситуацияға өте ауыр, сондай бір проблема деп қарайтын болса, оның жалпы энергиясы төмен деңгейде болады. Соответственно, оған ойлаған нәрсесін тез орындалуына өте қиын болады. Яғни ол егерде жеңіл болса, мысалы, бүгін зарплат бермей қалды ма, окей, ничего страшного, я күте тұрамыз, яғни солай болу керек. Немесе блоктармен жұмыс жасаймыз, яғни менде қазір ол ойға қатысты қандай блок бар, сонымен жұмыс жасаймыз. Одан кейін, мысалға, бүгін жаңбыр жауды ма, ой, жаңбыр жауды. Немесе, ой, мен осындай, менің семьям жағдай осындай, ой, жолдасым. То есть, ой, балам, анау-мынау. То есть, постоянно любой ситуацияда бір негативқа түсіп кетеді, постоянно бір жаловаться етіп жүреді, немесе ұнамайды. На самом деле, осындай кезде біз отырып алып алғыс жазатын болсақ, оказывается, бізде бүгін қанша мәселе болса да, жақсы нәрселер де өте көп екен, То есть, энергиямыздың жоғары дәрежеде болу үшін біз кез келген нәрсеге бір проблема деп қарамау керек, сабақ деп қарау керек. Яғни, мен бұдан үлкен бір білім алдым, мен үлкен сабақ алдым. Яғни, бұл арқылы мен қандай деңгейге жетіп жатырмын, Бұл қиындық арқылы мен осындай үлкен жетістікке жеттім деген сияқты постоянно өзімізге анализ жасап отыру керек. Сол кезде бізге жалпы энергиямыздың жеңіл болуына өзімізге көмектесеміз. Яғни, адамның ішкі жан дүниесі жеңіл болған сайын, өмірге жеңіл қараған сайын, оның ойындағы нәрсесі әлде қайда тезірек орындалады. Бұл ең бірінші себебі. Екінші нәрсе, мысалға, сіз бір нәрсені қаладыңыз, бірақ сіз оны бірден логикаға салдыңыз. Яғни, адамда не бар? Адамда бас бар, ми бар, яғни логикаға саламыз, және жүрек бар. Біз көбінесе жүрек қалауын тыңдамай, басымызды, миымызды логикаға, стереотиптарға, қорқыныштарға мән беретін болсақ, онда ол біздің ойлағанымыздың тез орындалмауына себебі болады. Неге? Себебі, мысалға, сіз айтасыз, ой, мен мысалға миллион теңге тапқым келеді, мен зарплатам или табысым миллион теңге болса екен, немесе мен бизнесімнен 5 миллион теңге тапсам екен. Мысалы, әркімде сома әртүрлі, сіз өз сомаңызды айтасыз. Бірақ ол орындалмайды. Вообще орындалмайды, себебі біз не істейміз, ой, ол 5 миллион теңге қаяқтан келеді, ол үшін қандай жұмыс болу керек, ол үшін маған не күн-түн жұмыста 10 сағат отыру керек па, деген сияқты бір логикаға салып кетеміз. Ал егерде біз мен тапқым келеді деп нақты осы шақта күнін, жылын бәрін жазатын болсақ, ол арнайы техникалардың бәрін білгілеріңіз келсе, онлайн консультацияға келсеңіз болады, өйткені оның бәрін айтып отыруға өте ұзақ болып кетеді. Жалпы WhatsApp номері осы жерде барлық блоктармен, қорқыныштармен, армандармен, мақсаттармен жұмыс жасаймыз. Яғни, адам барлық ойларын логикаға салған кезде, онда жүрек жабылады, интуиция жабылады. Ал бізде жүрек пен интуиция жабылған кезде біз әрі қарай сол арманды немесе ойлаған нәрсемізді орындау үшін не істеу керектігін жауаптарды естімей қаламыз, Және мына ғалам дейді ғой, ғалам
орындағысы кеп тұрса, яғни сіз логикаға салған кезде оған орындау өте қиын. Вселенная деп айтамыз ғой, энергия яғни. Сол себептен де осы екі нәрсені өте жақсы өзімізбен жұмыс жасау керек. Яғни ол энергиямызбен жұмыс және блоктармен, логикаға не жатады? Логикаға біздің блоктар, қорқыныштар, яғни миымызда, осының барлығы миымызда ғой біздің. Ой, бүйтіп қалады, сөйтіп қалады деген сияқты. Мысалға сіз даже үй сатып алғыңыз келсе, үй алғыңыз келсе де, машина мысалға, ол жерде де мысалға бірден үйіңіз сатыңыз келеді, бірден сата алмайсыз. Ал кейбіреулер бір аптада сатып тастайды. Оның өзінің де бір причиналары бар. Яғни сізде қазір миыңызда блоктар көп, яғни сіз логикаға көп саласыз, ал қалай? Немесе оның ішінде қорқыныштар бар. Қорқыныштар деген ол мысалға бұл үйімді сатсам, мына жаңа үйім сондай бола ма, ол үйді таба алам ба, осы жаңағы жоспарлап тұрған ақшама ары қарай үй ала алам ба, қосымша жетпей тұрған ақшаға кредитім жете ме деген сияқты әртүрлі қорқыныштар болады. Немесе сіз үйіңізде бір реніш болуы мүмкін, осы үйден шаршадым, осы районнан шаршадым деген сияқты. Ол кезде үйіңізді кәдімгідей әдемілеп, әсерлеп, жақсылап бір свежий қылып сатсаңыз болады, ол кезде тезірек өтеді. То же самое, например, машина. Яғни айта берсең, адамдарда арман көп, адамдар көп нәрсені ойлайды, бірақ ол тез орындалмайды деген сияқты нәрселер ғой. Жалпы, егер де сізде қазір әртүрлі қорқыныштар, блоктар болса, онда міндетті түрде консультацияға келіңіздер. Консультацияда біз сіздердің энергияңыз неге қазір ауыр болып тұр, неге сіз қазір өмірдің тек жаман жақтарын көресіз, немесе балалық травмаларыңыз бар ма, ақша блоктары бар ма, әлде сіз жоспарлап жүрген мақсатыңызға, арманыңызға әлі жете алмай жүрсіз ба? Яғни бұлардың бәрі как цепочка сияқты на самом деле. Сондықтан да осымен жұмыс жасайын десеңіздер, келіңіздер. Менің өзімнің қазақ аудиториясына арналған өзімнің авторлық қазақша методикам бар. Өйткені психология ол жалпы өте үлкен, мысалға әр елдің өзінің менталитеті бар деген сияқты. Сондықтан да біреудің, мысалы шет елдің психологиясы бізге кейбір жерлерде келе бермейді. Сондықтан осы нәрселердің бәрін ескере отырып, мен қазақ аудиториясына арнайы өзімнің методикам дайындаған болатын. Сондықтан да сіздермен жұмыс істеуге дайынмын. Жалпы консультация келіңіздер, офлайн бар, онлайн бар, өздеріңіз таңдай аласыздар. Ал мен сіздермен келесі көріскенше күн жақсы деймін, достар. Егер сіз дәл қазір жолдасыңызға, немесе әйеліңізге, немесе қандай да бір адамға қатты ашуланып, агрессияға беріліп, бір дұрыс емес шешім қабылдауға әрекет жасайын деп тұрсаңыз, онда міндетті түрде осы видеоны қарауға кеңес беремін. Бүгін бұл видеода көптеген тамаша ақпараттармен бөлісетін боламын.